сәлеметсіздер ме менің құрметті тыңдармандарым, арнаға қош келдіңіздер. Арнама жазылып, мені қолдап кетіңіздер. Сирияның сұмдығы 4 бөлім. Біз келген Хомс Сирияның үлкен қалаларының бірі. Осы қалаға келгенде жағдайымыз жақсарғандай болды. Өйткені әйелдер жағы базарға шығып, азық-түлік пен киім-кешек әкелетін. Бірақ үлкен қала болғанымен адам аз, үйлер қаңырап бос тұр. Бұл қаланың бай адамдары қашып кеткен. Мына бос қалған үйлер солардың үйлері деп түсіндірді көшбасшымыз. Шынымен де көше бойында бірең-сараң адамдар көрінбесе тым-тырыс. Мұншама үлкен үй қаланың бос қалуы түсініксіз еді. Анашым, біз осы жерде тұрамыз ба? Деп сұрадым бір күні. Өйткені төбемізден түсіп жатқан бомба жоқ. Үй алдына шығып күн ұзақ ойын ойнаймыз. Күн демекші Сирияның ауа-райы өте ыстық, төбе қайнатады. Алайда қараңғы түскеннен кейін салқын тартып иек қақтырады. Біз осы үшін келдік. Біз Алланың жолында жүрсек болды. Басқасы маңызды емес дейді анам. Мына киімдер мен тамақтарды кім әперіп жүр деймін таңқалып. Оны өздері әпереді, солай айтылған дейді. Ол кезде айтылған мен келісілген деген сөздің айырмасын түсіне бермеймін. Айтса айтқан шығар деп жүре бердім. Ендеше бізді әрі-бері апарып әкеліп жүрген мына адамдар айтқан шығар. Тап қазір есімде жоқ. Әу баста бір автобус адам барғанбыз. Сол адамдардың бәрін бір көшенің бойына жайғастырған болатын. Алайда бірнеше күннен кейін арамызға 3-4 үйден тастап шықты. Яғни бұрынғыдай бір үйде тұрмаймыз, әр жерде тұрамыз. Ол кезде мұның сырын ешкім түсінбейтін. Бір күні мұсылман бала ойынға шықпай қойды. Ол жасы 12-13-терде келген бозбала еді. Оны әлдебір араб мемлекетінен келген бауыр дейтін. Анасы екеуі болатын. Апа, Амар қайда? Деп шулап сұрап жатырмыз. Жаулығының ұшымен көзін сүрткен анасы зарлап қоя берді. Қызық екен, кеше ғана ойнап жүрді ғой, бүгін неге жоқ? Жан-жақта соғыс болып жатқанда қайда кетті екен? Жарайды, жоғалса жоғалсын, Амарсыз да күніміз өтеді. Бұл жерде бала көп, арадан күндер өте берді. Бабыр жабып үйренген кезіміз. Бұл қалада газ жоқ, керосинмен жағатын пешіміз бар, оны бабур дейміз. Мұндағылар есік алдына шығып кешкі асты бірге пісіреді. Бір қараңғыда тып-тыныш өмір. Істейтін жұмыс жоқ, ішетін-жейтін бәрі бар. Анашым, Амар деген қара бала бар еді ғой. Ана отырған әйелдің баласы. Сол бала қайда кетті? Деп сұрадым бір күні. Алланың жолына кеткен деп қысқа қайырды. Біз де Алланың жолында жүрген жоқпыз ба? Деп түрткілеп қайта сұрадым. Иә, қызым, бәріміз Алланың жолында жүрміз. Уақыты мен сәті келгенде біз де кетеміз дейді. Сол күні қайта-қайта сұрап анамның мазасын алдым. Сұрамай қайтейін, ана отырған әйелдің көзі жастан құрғамай қойды. Қашан қарасаң да көзін сығымдап жылап отырғаны. Көшбасшымыз кеткеннен зарлай бастайды, келгенше жылайды. Сол еркектен қорқады. Қарасы көрінсе сап тыйылады. Бір күні тағы да дүрбелең басталды. Аузы бастарын жүн басқан сақалдылар келіп айғайласып жатыр. Блокпосттарды басып алдық. Мына қала біздікі болды деп қуана сөйледі бір кісі. Біз босқындармыз деп екінші адам жан-жағына қарады. Әрине, сендердің бәрің босқынсыңдар, бірақ әлі де шаруа көп. Ешкімді уыстарынан шығармаңдар деп тапсырған әлгі адам кете барды. Сол күні қалаға кірген бір топ адам тойлай бастады. Кеш болғанда көк аспанға қарай оқ атып біздің көшеге жетіп келді. Бүгіннен бастап мына қалада шариғат заңы орнайды, түсіндіңдер ме? Иә, деп жамырап қатарласып отырмыз. Шалбар кигендер мен шаш жалбырағандар болмауы тиіс. Ұқтыңдар ма? Тағы да иә деп басымызды түсірдік. Абу-бола, бері шық деп көлік үстінде тұрған әлгі адам жан-жағына қарады. Сол сәтте қолын кеудесіне қойған сақалды кісі ортаға шықты. Мына қыз-келіншектерді бүгіннен бастап махарға апарыңдар. Еркектермен араласып жүргендерін көрмейтін болайын деп тапсырды. Көлікте тұрған адам. Сол адам одан кейін де біраз сөйледі. Әңгімесінің төркіні былай. Қыздар мен байлары өлген қатындарды байға береді. Бір сөзбен айтқанда байы жоқ қатын қалмауы тиіс. Сондай-ақ бір еркек 3-4 қатын алып ұрпақ көбейтеді. Мұның тиімді де әккі де тұстары бар. Тиімді тұсы мұсылмандардың ұрпағы көбейеді. Әккі тұсы қатынсырап жүрген еркектерді қатарларына қосады. Еркек сорларда ес болмайды. 4 қатын дегенге шарт тараптан ағылып жатыр. Нәпсі құрғыры жаман. Жас қыздармен некелесіп тәніне тоятайды.
әрі қарай содырлардың қолына өтіп қатынның орнына қару құшақтайды, қарсы шыққандардың бір оқпен жайратып салады. Мұның сұмдығы сол, ешкімге ештеңе сұрай алмайды. Содырлар өздері би, өздері қожа, атып тастап кете береді. Рамазан айы жақындаған кез еді. Содырлар келгелі қала көшелері өліктерге толып кеткен болатын. Олар бұрынғы биліктің жақтастары немесе көтеріліске қатыспаған адамдардың мүрдилері, әсіресе билік өкілдерін аямайтын, елдің алдына шығарып боғауыздап тастайтын. Осы ораза айына қаланың тазалық жұмыстары басталды. Көшеде жатқан өліктерді жинап, жүк көліктеріне тиеп шығарып жатты. Бізді бастық тапсырғандай басқа жерге апарды. Бұл қаланың шеті Махар деген жер бар. Бұл жерде қыз-келіншектер емін-еркін жүре алады. Рамазан айы басталды. Оразаның құрметіне атыс-шабыс тоқтайды деп ел қуанып жатты. Алайда Америка бастаған бірнеше ел тоқтай қоймады. Әуеден соққы беру басталды. Олардың аңдығандары әлгі адамдар. Олар қолдарына автомат ұстап, үсті ашық жеңіл көліктермен жүретін. Көліктерді арнайы пикап көліктері дейді. Міне осы көліктердің өзі тұрғындардың сорына айналды. Өйткені адам көп жүретін жерлерге қояды. Адам көп шоғырланған аудандарға барады. Олар оны әдейі істейді. Мұндайда бір бомбадан бәлендей адам өледі, бейбіт тұрғындар өледі. Америка бала-шаға деп отырмайды. Жоғарыдан барлап пикап көрсе қырып салады. Алайда содырлар жағы сонда да азаймайды. Жан-жақтан ақша үшін келген жалдамалылар қаптап кетті. Бұл жылы күзде нағыз шайқас басталды. Себебі Асад әскерлері қаланы қоршауға алып қыса бастады. Мұның бәрі күн өткен сайын қорқынышты бола түсті. Анашым, үйге қайтайықшы деп жалына бастадым. Жоқ қызым, біз мұнда жайдан-жай келген жоқпыз. Алланың қалауымен келдік деген анам қуанбаса қайғыратын түрі жоқ. Өзім қайтуға қауқарсыз болып жүрмін. Әйтпесе адам мүрдесінен аяқ алып жүре алмайтын күйге жеттік. Біздің бала болсақ та адам өлігіне үйренгеніміз соншалық үстерінен өтіп қайтып жүріп беретінбіз. Дегенімен біздің де санымыз азая бастады. Анау бозбаладан кейін тағы да бірнеше бала ізсіз-түзсіз кетті. Тіпті бейбақ аналарға дейін бір түнде жоғалып кететін. Алайда олардың орнына басқа адамдар, яғни басқа әйелдер балаларын ертіп келетін. Сирияда қыс аты деген болмаса, біздегідей аяз жоқ, қар дегенді мүлдем көрмейсің, бірақ азын-аулақ жалаңаш суық болады. Осы қыстың шең ортасына келгенде жағдайымыз ушығып кетті. Оған себеп Ресей әскері болды. Билікке жақтасқан Ресей әскері соққы бергенде Америкаңыз ойыншыққа айналады. Бас-аяғы жарты жылда Хомс қаласы жермен-жексен болды. Алайда бейбіт тұрғындар тұратын дейтін біз жақ аман қалды. Бір күні көктен қағаз жауды. Алып қарасақ бірнеше тілде жазылған ескерту шықты. Ашып жіберіп оқып отырмыз. Қаланың бейбіт тұрғындары, сіздер үшін шығыс жақтан дәліз ашамыз. Алдағы 10 күнде шығып кетіңіздер. Сол жерден елдеріңе қайтарамыз. Мұнда қалсаңыз өміріңізге қауіпті деп жазылыпты. Үйге кетеміз деп байбал салдым. Аз қалды қызым, шыда деген анам жұбатқан болды. Неге аз қалды? Нені айтып тұрсыз деп жыладым. Алламен кездесуге аз қалды деп калимасын қайтарып отыра берді. Ендеше мен кетемін деп орнымнан тұрдым. Қайда барасың деп жабыса кетті. Хат жазып шығыңдар деп жатыр. Қызыл жарты ай деген дәліз ашыпты деп қағазды көрсеттім. Ашуланған адам жұлып алып жыртып тастады. Неге жыртасыз? Ол қағазда шығысқа апаратын карта бар еді деп еңіреп бердім. Ешқайда бармайсың деп отырып алды. Негізі ол кезде мен кетем десем де кете алмайтын едім. Оған қаладағы лаңкес содырлар кедергі болатын. Олар ешкімді кіргізбейді, ешкімді шығармайды. Тек қана қара жолақ дегеннен өздеріне қарайтын адамдар ғана кіріп шығады. Басқаларға тыйым салынған. Бір айдан кейін Ресей жағынан тағы да хат жауды. Одан 10 күндей өткенде тағы да жауды. Ал көктем шыға соңғы 4-ші рет хат түсті. Құрметті Хомс қаласының бейбіт тұрғындары, біз сіздерден осы хатты алған күннен бастап 10 күн ішінде қаладан шығып кетулеріңізді сұраймыз. Дәліз әдеттегідей шығыста болады. Төменде жол картасы көрсетілген. Қаладан 30 шақырым жерде босқындар лагері бар. Сонда келіңіздер, бұл жерде ешкім тимейді. Сіздерді Ресей әскері қорғап, Қызыл жарты ай ұйымы қолдау білдіреді. Бұл біздің соңғы ескерту.
қалай да шығып кетіңіздер деп жазыпты. Осы хаттың үстінде біраз адамның бастары кетті. Өйткені ұшақтан төгілген хатты жерден алуға, оқуға тыйым салынған. Бұл іштегілер орнатқан шариғат заңына қайшы. Оны білмейтіндер қалталарына салып бастары дауға қалды. Бұл менің туған анамнан күдерім үзілген кез еді. Өзім шамалас бірнеше қыз қашып шығатын болдық. Бірақ қашып шығудың өзі оңай емес. Хаттағы қаланың шығысы дегенді оқыған содырлар сол жақтан қатаң бақылауға алды. Бала болсаң бір ескерту бар, үлкен болсаң ескерту жоқ. Яғни жақындасаң ескертусіз атып салады. Біз оның кім екенін білмей қала бердік. Айғайлап сұрауға болмайды. Көмектескісі келген біреу шығар, кім білсін. Сол күні қараңғы түсе белгісіз пенде тағы да келді. Бізді аналарымыз жібермейді деп өкпемізді айтып отырмыз. Сендер оларды тыңдамаңдар. Аналарың милары уланған бейбақтар ғой, сол үшін жібермейді дейді. Бәріміз аң-таңбыз. Мына кісі кім дейміз бір-бірімізге қарап. Әлгі кісі тұрып кетті. Жүрісіне қарағанда қатын сияқты, даусын естісең еркек сияқты. Сөйтіп жүргенде тағы да 3 күн өте шықты. Ресей берген 10 күннің 7 күні қалды. Жанымызды қоярға жер таппай шүберекке түйіп жүрміз. Әдеттегідей күнде кеште үй көлеңкесіне жиналамыз. Әлгі адам келеді. Сіз өзіңіз неге кетпейсіз деп сұрадым. Менің 2 ұлым, 1 қызым осында жатыр. Қайда барамын? Осы жерде өлгім келеді дейді. Сонда сіз жалғыз тұрасыз ба? Иә, жалғыз тұрамын. Әне, анау үйде тұрамын деп саусағын шошайтты. Бәріміз сол жаққа қарадық. Балаларым кетіңдер дегенде қалайда кетіңдер, әйтпесе саяси ойынның жемтігі боласыңдар. Бәріңді құрбандыққа шалады деп ескертті. Құрбандыққа шалады деген не сөз айтасыз ба деп сұрадық. Араларыңда жоғалып кеткендер бар ма? Сендер оларды қайда кетті деп ойлайсыңдар? Білмесеңдер айтайын. Олар құрбандыққа шалынып кетті. Түсінген боларсыңдар. Тезде кетіңдер деп орнынан тұрды. Көше бұрышынан сақалдары салбырайған бірнеше адам шыға келді. Басымызды бұға қойдық. Иықтарында автомат. Суық жүріспен жетіп келді. Тұр орыңнан оңбаған. Бүріңкеген бейшараның бүйрегінен бір тепті. Ол байғұс ыңқ етіп барып атып тұрды. Мына сатқынның киімін шешіңдер деген бұйрық берілді. Сол сәтте 3 адам әлгі кісін тырдай жалаңаш қалдырды. Анау жерге апарып атып тастаңдар, басқаларға сабақ болсын. Сендер көздеріңді сығымдамай үйлеріңе кіріңдер. Қане тұрыңдар орындарынан. Бір топалы орнымыздан тұрып қаша жөнелдік. Арадан көп өтпей атылған оқтың даусы шықты. Бұл біздің онан сайын үрейімізді ұшырды. Ертесіне үй сыртындағы сайға барғанда иман зәреміз қалмай жүрегіміз аузымызға тығылды. Анандай жерде шыбын ызыңдап құрт жеген кешегі кісінің мүрдесі жатты. Оны бәріміз қатын дедік, біріміз еркек дедік, әйтеуір біле алмадық. Бірақ осы күннен бастап біз балалар қашамыз деп келістік. Анашым, ауылға кетейік деп соңғы рет айттым. Бұл да ешқандай нәтиже бермеді. Айтқан жауабы сол баяғы. Алланың жолында жүрміз. Шыда қызым деген бір ауыз сөзі ғана. Олай болса мен қашып кетемін. Шамалас балалар ақылдаса бастадық. Сіңлім бар тайдай басып жүре бастады. Тастап кеткім келмей тұр. Ұрлап қашамын деймін. Менде де бар деп өзбек қызы шықты. Баламыз ғой, қайда барамыз, қай жермен барамыз білмейміз. Қалтамызда карта да жоқ. Өйткені жол көрсететін карта қалтаңнан шықса аямайды. Білетініміз анау кісінің айтқанымен жүріп кетеміз дейміз. Біз бәрібір кете алмадық. Арамыздағы бір бала анасына айтып қойып үйге қамалдық. Сонда отырып үлкен әйелдердің сыбырын естідім. Егер біз қашып кететін болсақ, аналарымызды өлтіреді екен. Сонда ол бишаларды біз үшін ұстап отырғандар анық еді. Неге? Өйткені біз болашақ жанкештілерміз. Біз ер балалар балиғат жасқа жеткенше көлік үйренеміз, сосын барып жарылыс жасаймыз. Мұны ер балалар жасайды. Ал қыздар жағы су сұраған болады, нан сұраған болады. Әйтеуір Асад әскеріне жақындайды. Сол кезде жарып жібереді. Неге біз деңіз? Өйткені қандай әскер болмасын, балаларды атуға қолдары бармайды. Және жас баланы жанкешті деп ойламайды. Мына содырлар содан пайдаланғысы келеді. Жоғарыда жоғалған амарыңыз сондайдың құрбаны. Үлкен блокпостқа жетіп, жарылыс жасап, біраз сарбаздарды өлтіріпті. Демек, Амар марқұм шейіт кетіпті. Тікелей жұмаққа барды дейді.
Онымен көктем шыққан кез еді. Ресей берген 10 тәулік өте шықты. Содан әне бомба жауады, міне бомба жауады деп күтіп жүргенде бір топ содырлар келіп үйімізді қоршап алды. Арасынан шыққан егде жастағы сақалды адам сөйлеп тұр. Ертең түнде орын ауыстырамыз, дайындалыңдар дейді. Қайда барамыз? деген бір әйел сұрап қалды. Құдайға жақындайсың деп зікір еткен кісі шығып кетті. Осыдан кейін нағыз дүрбелең басталды. Мына көргеніміз тозақ пен нағыз тозақ басталды. Жеңіл көліктерге тыққан бірнеше адам бәрімізді қала сыртына алып шықты. Сонда ғана анық көрдім. Көз ұшында жарқ-жұрқ еткен соғыс болып жатыр. Мұныңыздың киноларда көрген соғыстан еш айырмасы жоқ. Кәдімгідей атыс, шабыс дыбыстары, жер жарған ұшақтар, сол бәлелердің ең бірінші өздері ұшып өтеді. Одан бірер секундта даған дауыстары шығады. Сұмдығы осы дауыстан кейін басталады. Ызыңдап келген бомба жерге жеткенде жойқын жарылыс болып от шығады. Мұндайға да көзіміз үйреніп, етіміз өліп кеткен. Көктен келетін ызыңдап бастағанда жер бауырлап жата қаламыз. Гүрс еткенде жер сілкініп, ыршып түсеміз. Өлмеген құлда шара жоқ деген осы екен. Ешқайда бара алмаймыз. Қаланың шетіндегі ауылда жатырмыз. Бұл жерде бұрынғыдай үй жоқ. Жердің астында жасырындық. Бұл жер жылы болады, әрі бомба сынығына қорғайды. Тап осындай күйде 2 жыл өтті, жасым 10-ға келді. Соғыс ерте есейтті. Оң мен солды тани бастадым. Бірге ойнайтын балалар бірте-бірте азайып бара жатты. Бірақ жаңа келген балалармен толып отырды. Сол жылы жаз шыққанда жағдайымыз нашарлап кетті. Өйткені басты мәселе таза су болды. Су жоқ емес, бар. Анандай жердегі тау етегінен сарқырап ағып жатты. Бірақ сол сөрге барып су әкелетін мүмкіндік жоқ. Суға барғандардың бастары бүтін қайтпайтын. Бойлары сорайған ересектер көрінсе, тау басындағы мергендер атып салады. Ертеңнен бастап ауыз суды балалар әкеледі деп тапсырған сақалды мен де тізімге қосты. Мұны естіген ана бейшаралар балаларын құшақтап сыңсый бастады. Қызыңды жібергің келмей ма, ендеше өзің бар деп дөңк еткен көшбасшының көзі аларып кетті. Бар десеңіз барайын, мырза. Менің аты жөнімді жазып қызымдікін өшіріп тастаңыз деген өзбек әйел басын бұға түсті. Мейлі, солай-ақ болсын, кілең балаларды жібергенше арасында үлкендер де болсын деген кісі өзбек әйелді бізге қосты. Сол күні кеште қолымызға қос-қостан шелек ұстаған бесеуміз жолға шықтық. Арамызда жасы үлкен өзбек келіншек бар. Баламыз ғой, біздер сол кісіге сенетін сияқтымыз. Кенет алдыға кеткен апамыз қолын сілкеп жіберіп айқай салды. Жатыңдар бәрің, жатыңдар дейді. Не болғанын түсінбей аңтарылып қарап тұрмыз. Ей, не ағып тұрсыңдар, жатыңдар жерге деп екінші рет қайталады. Құлай түсіп жата кеттік. Мен шелегімді тыңғырлатып еңбектеп жеттім. Одан басым қылтиып тау етегіне қарадым. Ешкім көрінбеді. Апа, ешкім жоқ қой, неге жат дедіңіз? Деп сыбырладым. Әнеу бір жерге қарашы, біреулер жасырынып отырғандай көрінді, дейді өзбек апам. Мойнымды созып тағы да қарадым, алайда адам көрінбеді. Ешкім жоқ, апа, шынымен де ешкім жоқ па? Беліміз қисайып тастың арасында әрең келеміз. Аяғымыздың асты ойшық-ойшық, жүру қиын. Оның үстіне домалақ тастың шетіне бассаң, шелегімен тоңқалаң асасың. Апа, тастың арасымен жүргенше неге анау тегіс жермен бармаймыз? Деп сұрадым. Келесі бір аялдап отырғанда. Ол жер бәрі көрінетін ашық тегістік, сол үшін баруға болмайды дейді. Аңдып отырған ешкім жоқ екен, келесте сол жақпен барайық деп ойымды айттым. Өзбек апа терең күрсінді. Ол жақта Ділбаржаным жатыр, барғым келмейді дейді. Кім дейсіз? Ділбаржан дейсіз бе? Ол кім еді? Деп сұрадым. Менің қайта-қайта сұрай беретін әдетім бар. Түсінбесем сұрап аламын. Осы әдетімен анамның да миын жеп сөз естіп тоқтаған едім. Сонда жауаптығымен көзін сүртіп отырған апамды түртіп жіберіп тағы да сұрадым. Бұл кісі бұрыннан да келген екен. Ділбаржан деген кенже сіңлісі су бойында атып тастапты. Қаңғыған оқ тиген шығар деймін. Жоқ қызым, қаңғыған оқ емес, анау таудың етегін атты. Мен атқан адамдарды көрдім дейді. Сонда неге атты, не үшін атты, ешкім білмейді. Өйткені соғыс болып жатқанда ешкім ештеңені айтпайды. Бірақ бері келе Хагос паника үшін атқандарын естіп білдік. Адам өліктерін теледидардан көрсетіп жатты. Сосын Сирия халқы көмек деп әлемнің түкпір-түкпірлерінен ақша жинайды. Ол миллиондаған ақша жалдамалы лаңкестер мен қатын-қалаш бала-шағалардан әкеледі.
Шынымды айтайын, бұл елдің жергілікті халқы өте жақсы. Олар соғысқұмар емес. Мұнда келіп соғысып жүргендер жалдамалы содырлар ғана. Сол үшін оларға бәрібір. Кім көрінгенді атып шу шығарса болды. Оны ресми әскердің мойнына жауап жаман естіп көрсетсе болды.